Армысыздар ағайын. Өздеріңізбен бірге Жетісу облыстық қоғамдық саяси әлеуметтік экономикалық Жетісу газеті және өткен аптада елден еткізген негізгі жаңалықтарға шолу жасайтын мен Рүстем Жанболатұлы. Сонымен өткен аптада әріптестеріміздің назарына нелікті, апта қандай жаңалықтармен есте қалды? Бірге шолып өтейік. Шолуымызды сейсенбілік нөмірден бастайық. Таза Қазақстан акциясы аясында облыс көлемінде сенбілік ұйымдастырылды. Облыс орталығынан бастап барлық елді мекендегі көше бойы, саябақ, сквер, аллеяларда санитарлық тазалық жұмыстары жүргізілді. 11.490 адам қатысқан облыстық сенбілікке 66 техника жұмылдырылып, 788 тонна қоқыс шығарылды. Биылғы сенбіліктің бір артықшылығы көктемгі тазалық шараларымен қатар ортаны көгалдандыруға да көңіл бөлінуде. Жалпы биыл облыс бойынша 120 мың түп көшет отырғызу жоспарланған. Мұндай шаралар қала тазалығына, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға әсер етуде. Өткен жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан экологиялық акция жайлы Қажет Андастың қоршаған ортаға қамқорлық Айдар Қалиевтің айнадай таза айнала атты мақалаларында толық мағлұмат беріледі. Жетісу облысына арнайы іс-сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Бақытжан Базарбек пен Мұрат Әбенов Ақсу ауданы Көкжазық ауылындағы Жаныс К жеке шектеулі серіктестігіне барып, егіс науқанының барысымен жер аманаты бағдарламасы аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Кездесуде қожалық иелері құжат жинауды жеңілдетсе, диқандардың өнімін сатуға көмектессе, игерілмей бос жатқан жерлер мемлекетке қайтарылса деген өтініштерін айтты. Ауыл тұрғындары ауқымды жер алған кейбір шаруашылықтар өздеріне тиесілі алқапты игермейтінін де тілге тиек етті. Бақытжан Базарбектің айтуынша, жер аманаты комиссиясы қызмет атқарған 3 жылдың ішінде 10 миллион гектардан астам жерді мемлекет меншігіне қайтарған. Кездесуде айтылған ұсыныстар мен көтерілген мәселелерді халық қалаулылары қалай шешетін болды? Жер халық қазынасы атты мақаладан оқыңыздар. Бүгінде құрылысқа қажетті көп сұранысқа ие материалдардың бірі сплиттер блоктары. Мұндай құрылыс бұйымдары саяжай үйлерін, автотұрақтарды, ферма ғимараттарын және аумақ қоршауларын салуға қолданылады. Осы бағытта табысты жұмыс істеп келе жатқан компаниялардың бірі Строй инструмент жеке кәсіпкерлігі. Технологияларды сақтау, сапалы шикізат таңдау және өндірістің әр кезеңін қатаң бақылауда ұстау басты назарда. Бұл тәсіл компанияға жергілікті сатып алушылардың сеніміне ие болып қана қоймай, жеткізілім аумағын кеңейтуге мүмкіндік береді. Құрылыс саласында бәсекеге қабілетті әрі табысқа қалай жетуге болатынын дәлелдеген кәсіпорынның жұмысы жайында Айгүл Байбосынова тұтынушы сеніміне ие атты мақаласында тарқатып айтады. Газетіміздің бейсенбілік санынан оқитындарыңыз. Қазақстан Республикасы көлік вице-министрі Сәтжан Аблалиев Жетісу өңіріне іс-сапар аясында жергілікті тұрғындармен кездесу өткізіп, азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Тұрғындармен кездесуді көлік және логистикалық, жол құрылысы, азаматтық авиация және министрліктің құзыретіне кіретін басқа да салалар бойынша өзекті проблемалар сөз болды. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Жетісу облысы жол құрылысында жоспарланған жұмыстарды 90%-дан жоғары орындап, өзге облыстардың алдында келеді. Бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасын табады дейді вице-министр. Теміржол тасымалы, әуе көлігінің инфрақұрылымын жақсарту, Алматы-Талдықорған жолының тозуы сияқты тақырыптарда қойылған сұрақтарға Сәтжан Әйтенұлы қандай жауап берді? Қажет Андастың жол сапасы басты назарда атты мақаласынан оқып біле аласыздар. Татулықты ту еткен Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығына орай Талдықорған қаласындағы Достық үйі маңынан жаңа аллея ашылып, уақыт капсуласы қойылды. Шара барысында 30 ағаш көшеті отырғызылды. Шараның басты мақсаты ел бірлігін нығайту, елдің тыныштығы мен ел ішіндегі ұлтаралық татулықты сақтау. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына орай 30 түп ағаш отырғызылды.
уақыт капсуласы орнатылды. 2030 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 35 жылдығында капсула алынады. Аманат сол кезде оқылады дейді қоғамдық келісім директоры Еркебұлан Ақболатов. Жетісу жұртын бір шаңырақ астында бір атаның баласындай болуына еселі еңбек етіп, татулық пен бірлікке ұйытқы болып жүрген ассамблеяның жұмысы жайында Дастанбек Садық достық аллеясы ашылды атты мақаласында тарқатып айтады. Биыл Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрылғанына 15 жыл толды. Осы атаулы мерекеге орай Сарқан ауданында салтанатты шара өтті. Оған Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілдері, шетелдік және отандық зерттеушілер, сала ардагерлері мен парк қызметкерлері шақырылды. Ғалымдар мен парк қызметкерлері флора мен өсімдіктер ресурстарының биологиялық әртүрлілігі және жануарлар дүниесін қорғау және көбейту секцияларына бөлініп, тақырыпты талдады. Сиверс алма ағашының тарихы 18 ғасырдан бастау алады. Алманың генофонды бүгінгі жағдайы мен дамуы сөз болған жиында алма ағашын зақымдайтын басты зиянкестер тақырыбына да кеңінен тоқталды. Әлемдегі барлық алма сорттарының түпқазығы Сиверс алмасы жайлы толық мағлұматты Жақсылық Игіманның Таулаймақтың алмасы атты мақаласынан ала аласыздар. Сенбілік нөмірдің негізгі тақырыптарына тоқтала кетейік. Өткен аптада облыс әкімі Бейбіт Исабаев жұмыс сапарымен Ақсу ауданында болып, құрылысы жүріп жатқан нысандарды аралады. Көлтаман ауылындағы орта мектеп 1978 жылы 8 жылдық мектеп ретінде қолданысқа берілген. Заманауи үлгіде жөнделіп жатқан 120 орынды мектеп құрылысы аяқталса, қалаға қатынап оқитын балалар қайта өз мектептеріне көшіріледі. Мамандардың айтуынша, мектепке дейінгі білім беру орталығымен салынып жатқан құрылыс жұмысының 35% аяқталған. Лепсі Ақтоғай бағытындағы облыстық маңызы бар автожол құрылысына 150-ге жуық жұмысшы, 40 техника жұмылдырылған. Сонымен қатар Лепсі ауылына жаңа көпір салынып, электрлік қосалқы станцияларда дайындалуда. Туристік маусым басталғанша жұмысты толық аяқтамақ. Ауданның орталық ауруханасы ғимаратына сейсмикалық күшейту жұмыстары жүргізілуде. Басқа да құрылысы жүріп жатқан нысандарда жұмыс қарқыны қандай? Өңір басшысы кімдерге қандай тапсырма берді? Айдар Қалиев құрылыс қарқыны қуантады атты мақаласында толық мағлұмат береді. Жетісу облысы құрылғанға дейін өңірде жаңа заман талабына сай салынған 5 ветеринарлық пункт болған. 3 жылда олардың саны 50-ге жетті. Материалдық техникалық базасы жаңартылып, ветеринария қызметінің мамандарына жұмыс істеуге қолайлы жағдай жасалды. Атап айтқанда, облыс құрылғаннан бері 45 арнайы автокөлік, 217 компьютер, 238 планшет және басқа да қажетті құрал-жабдықпен қамтылды. Заманауи диагностикалық зерттеулерге, екпе жұмыстарына ерекше көңіл бөлініп келеді. Нәтижесінде аса ауыр қауіпті аурулар ошағының саны 12-ден 4-ге азайды. Сонымен қатар, мал өлігін көметін 26 орын ветеринариялық санитариялық талаптарға сәйкестендірілді. Биыл тағы 17 ветпункт пен 3 ветстанция салу жоспарланып отыр. Ветеринария саласының кешегісі мен бүгінгісі, келер күнге ауқымды жоспары жайында 50 ветеринария пункті салынды атты мақаладан оқыңыздар. Екінші дүниежүзілік соғыста бақайшағына дейін қаруланған фашистік Германияны жеңу үшін төленген құнның салмағы оңай болған жоқ. 1418 күнге созылған шайқастың әрбір 6 секундында бір адам опат болыпты. Тамұқтың түбі көрінгендей болған соң, сол соғыста Қазақстан халқы да қарап отыра алмады. Ел намысы, жер күйісі, ертеңгі болашақ үшін шыбын жанын шықыратып, найза ұшына жалау етіп көтеріп, қанқұмар жауға қазақ жерінен 1.366.000 адам қарсы шықты. Жетісу өңірінен 120.000 сарбаз атқа қонды. Майданда атылған әрбір үшінші оқтың біреуі Қазақстанда шығарылды. Сол жылдары майданға 6.000 тонна астық, 7.000 тоннадан аса ет және басқа да азық-түлік жіберілді. Бәрі де майдан үшін деп күндіз-түні еңбек етіп, таңғы шыққа таңдайын жібітіп, желге тақымын суытып, Жетісу жұртшылығы да үлкен үлес қосты. Жеңіс атты қасиетті де қастерлі сөзді сыйлап, Ақжолтай күнге жеткізген батырларымызды жайында
бірнеше мақала беріліп отыр. Қиян-кескі ұрыстарға қатысып, жеңіс туын желбіретіп қайтқан қазақтың қайсар қызы Биғайша Құндақбаева, даңқ орденінің 4 мәрте иегері Темірғали Исабаев бір шаңырақтан майданға аттанып, ел мен жерді азат ету үшін ерлік жасаған Рахим Нүсіпов пен Манап Рахимов, Варшава мен Берлинді алуға қатысқан Рысжан Әлімбаев сынды жерлестеріміз жайлы естеліктерді сенбілік нөмірден оқи аласыздар. Өткен аптаның негізгі жаңалықтары осындай болды. Газеттен басқа да танымдық, тағылымдық ақпараттық материалдармен жетісу.kz сайты арқылы да таныса аласыздар. Аман, сау болыңыздар.